Бұл қуғасты бездің ауру сезімі қалай пайда болады? Қуықтың үстінде болуы мүмкін. Яғни қуықтың үсті шаншып алып жатады. Тікшектің тұсында ауру сезім байқалады. Болмаса промежность, яғни буттың арасында шаншу симптомдары. Егер де мынау сіздің бойыңызда осы ауру сезімнің бір түрі байқалатын болса, яғни қуғасты бездің бірінші симптомы сізде бар деген сөз. Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым, құрметті қазақ елі. Бүгін мынау елдің арасында, ерлердің арасында көп қозғалатын мәселенің бірі деп айтсақ болады, проблеманың бірі осы қуғасты безінің қабынуы, яғни простатит ауруы. Осы жайында бүгін сіздермен әңгімелесетін боламыз, және де осы тақырыптың, яғни ауқымды мәселесін талқылайтын боламыз. Көп жағдайларда осы простатиттің әртүрлі белгілері бар. Осыған тоқталатын болсақ, олай болса, мына қуғасты безінің қабынуын, яғни простатит деп атаймыз. Қалыпты жағдайда ер адамдардың барлығында простата безі, яғни қуғасты безі бар. Бұл қуғасты безі, яғни жалғыз орган деп айтсақ болады, непарный орган. Бұл қуықтың төменгі тұсында орналасқан. Көлемі бұл қуғасты безінің 22 сантиметр кубқа дейін болып келеді. Және де осы қуғасты безінің қабынулары әр ер адамда әрқалай симптоматикамен, яғни белгілермен білінуі мүмкін. Соған байланысты осы қуғасты безінің бүгін 4 негізгі белгісі туралы айтып кететін боламыз. Олай болса, қуғасты безінің негізгі қабынулары әртүрлі факторлерге байланысты. Яғни простатиттің бірінші айтатын болсақ, салқын тиюге байланысты факторға, соған байланысты қабынуы. Айтатын болсақ, мынау суық жерде отырып қалу, болмаса салқын тигізу, салқын сумен дәрет алу, болмаса қыстың қақаған аязында мысалы далада қалып кетуі мүмкін, аяғынан сыз өтуі мүмкін. Соған байланысты мына қуғасты безінің қабынуын осы факторға байланысты келтіреміз. Екінші, бұны абактериалдық, яғни простатит деп айтамыз. Екінші бұл түрі, бұл простатиттің бактериялық. Атайтып тұрғандай, бұл қуғасты безін қабындыратын негізгі мынау белгісі, яғни бұл бактерия болуы мүмкін, бұл вирус болуы мүмкін, бұл мүмкін инфекция болуы мүмкін, бұл жаңағы қоршаған ортада жүрген стафилококк, стрептококк, жаңағыдай көкірек таяқшасы сияқты басқа да мынау стафилококктық инфекциялардың әсерінен қабынуы мүмкін. Екінші айтатын болсақ, бұл инфекциялық түрінің мынау гонорея ауруына байланысты пайда болатын простатит. Болмаса трихомониаз ауруына байланысты пайда болатын простатит. Бұлардың барлығы вирустық инфекцияның әсерінен қуғасты безінің қабындыратын түрі, яғни бактериялық простатит деп айтылады. Және осы қуғасты безінің үшінші қабыну белгісі, яғни бұл застойный, айтатын болсақ, қазақша іркілісті болған жағдайдағы простатиттің түрі. Болмаса, мынау біздің литература бойынша айтатын болсақ, конгрессивті простатиттің түрі. Яғни осы қуғасты безінің қабынуы осы негізгі 3 факторға байланысты пайда болады. Қалыпты жағдайдағы ер баланың, мысалы, жар шығар жолдары қалыпты болып жүрген кезде, мүмкін жаңағы суық өткеннен пайда болды. Қуғасты безі қабынғаннан кейін әртүрлі симптоматикалар пайда болады. Және де дені сау адам инфекция жұқтырды. Соның әсері бірінші уретрит, одан ары қарай өрлеп, қуғасты безінің қабынуы простатитке алып келеді. Және де мынау застойныйға ашып кететін болсақ, бұл іркілісті, яғни көп қозғалыс жоқ. Қозғалыс болмағанның әсерінен қанның жамбас қуысындағы іркілуіне байланысты, мына офисте отырып жұмыс жасайтын ер кісілерде, болмаса жаңағы рөлде көп жүретін, отырып жұмыс жасайтын кісілерде осы простатиттің түрі пайда болуы мүмкін. Және де тағы бір айта кететін болсақ, осы іркілісті простатитке бұл қалыпты жыныстық қатынастың болмауына байланысты пайда болады. Ал енді осы қуғасты безінің 4 түрлі симптоматикасы, яғни белгілеріне тоқталатын болсақ, ең бірінші белгісі бұл мынау ауру сезімі, яғни болевой синдром. Бұл қуғасты безінің ауру сезімі қалай пайда болады? Бірінші, бұл қуықтың үстінде болуы мүмкін, яғни қуықтың үсті шаншып алып жатады бір кісілерде. Болмаса жаңағы тікшектің тұсында ауру сезім байқалады. Болмаса промежность, яғни буттың арасында шаншу симптомдары, болмаса жаңағы сыздау аурулары, сыздап ауру сезімі, болмаса жаңағы чанчу
қадалғандай болып белгілері, бұл яғни ауру сезімнің түрлеріне байланысты. Бұл бірінші, егер де мынау сіздің бойыңызда осы ауру сезімнің бір түрі байқалатын болса, яғни қуық асты безінің бірінші симптомы сізде бар деген сөз. Екінші, қуық асты безінің екінші симптомына келетін болсақ, бұл дизурия. Яғни айтып тұрғандай, диз, яғни урия, зәрдің бұзылысы. Яғни зәр бұзылатын кезде қалай бұзылуы мүмкін? Бұл зәрдің бұзылысы. Бірінші, қалыпты жағдайда, мысалы, біз таңертең, түсте, кешкі уақытта зәрді бөлеміз. Осы кезде, мысалы, зәр шығарудың, күндізгі зәрдің, болмаса түнгі зәрдің жиілеген кезде дәретке қайта-қайта бара беру мүмкін. Сонымен қатар зәр шыққан кезде үзіліп шығуы мүмкін. Бір кісілерде болады, мынау шағым, дәретке барып келем, біраздан кейін қайтадан дәретке барғым келіп тұрады дейді. Яғни бұл жерде зәрдің бұзылысы, яғни айдан айық білініп тұр. Екінші, бұл дизурияның бір түрі, яғни напордың әлсіреуі. Яғни напор дегеніміз, яғни зәрді шаптырудың әлсіреуі мүмкін. Бұрынғыдай емес, мысалы, зәрге барған кезде қысылып шығады, болмаса бір толық зәрге бармаған сияқтымын деп жатады. Бұл өйткені мына қуық асты безінің сіңгеннен кейін, қабынғаннан кейін зәр жолдарының қысылуы мүмкін. Соған байланысты, зәрдің қысылуына байланысты, зәрдің үзіп дәретке бару, болмаса жиі дәретке бару, содан кейін мына қуықтың толыққанды зәрді шығармауы, яғни қуықта зәр қалып кетеді. Мәселен айтатын болсақ, қуықтың көлемі, мысалы 500-400 мл деп алатын болсақ, осы жерден шыққан зәр толыққанды қуықты босату керек. Өкінішке орай, осы қуық асты безінің қабынулар кезінде осы дизуриялық белгісі болатын болса, қуықта зәрдің қандай да бір бөлігі қалып кетуі мүмкін. Мүмкін, мысалы, айтатын болсақ, 300 мл зәр болса, зәрге барып келгеннен кейін ол жерде 30 мл, болмаса 40 мл, болмаса 25 мл, 20 мл зәр қалып кетуі мүмкін. Соған байланысты зәр қайтадан бүйректен толады да, қуықты қайта толтырады. Сол толғаннан кейін зәрге қайтадан барысы келеді. Өйткені қуық толық босаған жоқ, сол үстіне құйылған зәрден екі бүйректен келіп несебағардан құяды қуыққа, сол кезде шығара алмай қалуы мүмкін. Ол екінші белгісі болып келеді. Яғни бұл дизуриялық белгісі. Және де осы қуық асты безінің үшінші симптомына, яғни белгісіне білетін болсақ, осы қуық асты безімен ауырып кеткен, болмаса бұрыннан жүрген қуық асты безі мазалап жүретін болса, бұл өкінішке орай, бұл эректильді дисфункцияға, яғни еркектік қабілеттің төмендеуіне алып келеді. Ол қалай дейсіздер? Өйткені мына қуық асты безі мына жамбас қуысындағы қан тамырлардың функциясын төмендетуі мүмкін. Өйткені мына қуық асты безінің ішінде ацинустар болады, яғни өзекшелер болады. Сол өзекшенің бойына бактерия, болмаса инфекция, болмаса жаңағы лейкоциттердің көп түсуі сол жердегі қан тамырлардың қысылуына алып келеді. Соған байланысты қуық асты безінің қабынулар кезінде осы белгі байқалады. Мысалы, бір пациент бізде болды, қуық асты безімен зардап шегеді. Сол зардап шеккеннен бері мынау еркектік қабілетім, яғни жыныс мүшемнің әлсіреуі байқалды дейді. Болмаса жыныстық қатынас кезінде мынау эрекциям слабый дейді, болмаса босаңсып қалады дейді. Сол сияқты симптомдармен келеді. Бұл, яғни простатит безінің, егер де қуық асты безі болатын болса, соның үшінші белгісі болып келеді. Одан кейін айтатын болсақ, бұл қан тамырлардың қысылуына байланысты. Сол жердегі тамырлардың бойында артериялық қан жыныс мүшеге баруы қиындағандықтан жыныс мүше әлсіз болып табылады. Және айтатын болсақ, тағы да бұл қуық асты безінің маңыздылығы, бұл ерлердің арасында айтатын болсақ, бұл жаңағы ұрық сапасының, яғни спермограммада өзгеріске ұшыратуы мүмкін. Ол қалай? Мысалы, айтатын болсақ, иіннен мынау жұмыртқадан сперматозоидтар өндіріліп шығады. Шыққан кезде екі парный орган дейміз ба, жұп органнан, екі жұмыртқадан келген мынау сперматозоидтар әрине қуық асты безі арқылы өтеді. Қуық асты безінің екі функциясы бар. Ол бірінші жаңағы зәрді шығару қуықтан. Екінші функциясы әрине бұл репродуктив функциясы. Яғни бұл өткен шәуетті өткізу өзекшесінен. Дуктус деференс деп айтатын болсақ, анатомиядан берілген шәует жүретін каналдың бойы осы қуық безінің ісіне байланысты сперматозоидтардың мынау жылдамдығының бәсеңдеуі мүмкін, яғни баяулауы мүмкін. Бұл айтатын болсақ, спермограммада подвижность, яғни қозғалысының төмендеуі осы қуық асты безіне байланысты болып келеді. Бұл осы қуық асты безінің төртінші белгісі болып келеді.
Ол неге маңызды қуғасты безі? Өйткені қуғасты безінен мынау ұрықтың құрамына, спермацеттің құрамына, сперманың құрамына, эякуляттың құрамына деп айтсақ болады, дұрыс айтқан кезде. Эякуляттың құрамына қуғасты безінен мынау лимон қышқылы бөлінеді. Осы лимон қышқылы бөлу арқылы тағы да өзінің керекті нәрін осы қуғасты безі шәуетке бөледі, яғни ұрыққа бөледі. Сол арқылы ұрықтың құрамы дұрыс болып шығады. Егер де мынау қуғасты безінің қабыну байқалатын болса, бұл спермограмма анализінде лецитин дәндері болмаса липоидық денешіктердің азайып кетуі бұл қуғасты безіндегі қабынуды көрсетеді. Соған байланысты бұл қуғасты безінің айтатын болсақ маңыздылығы қандай да мысалы зәр шығару жолы болсын, жаңағы мынау шәует жүретін каналдың бойы болсын, өзінің әсерін тигізеді. Енді осы қуғасты бездің атап айтқан 4 симптоматиканың біреуі байқалатын болса, міндетті түрде қуғасты безін тексеруге кірісу керек. Енді қарап отырсақ, мынау қуғасты безін қалай диагностикалаймыз, яғни қалай тексереміз? Бірінші, әрине бұл дәрігер тексереді, ректальды осмотр, яғни тікшек арқылы қуғасты безін пальпация арқылы тексереді. Мұның консистенциясын, содан кейін жаңағы ісіну бар ма, жоқ па, бірінші пальцевое исследование, яғни саусақпен тексеру. Екінші инструментальдық тексеру әдісі бұл дейтініміз мынау ультрадыбыстық зерттеу арқылы. Яғни қуғасты безін УЗИ-ға түсіру арқылы анықтауға болады. Бұл жерде өзгеріс бар ма, жоқ па. Қуғасты безін УЗИ-ға түсіру үшін міндетті түрде қуық толы болу керек, яғни зәр қуықта болу керек. Сол кезде мына қуықтың үстінен түсіретін болса, мынау қуғасты бездің ісінбеуі көрінеді. Және де екінші түрі УЗИ-дің бұл трансректальды, яғни тікшек арқылы ультрадыбыстық зерттеу аппаратын салу арқылы мынау қуғасты безінің структурасын көруге болады. Содан кейін барып үшінші анализ, яғни сок простата, қуғасты бездің сөлі арқылы тексеруге болады. Сонымен қатар тағы да айтатын болсақ, жыныстық инъекциялар бар ма, жоқ па, ПЦР, ИФА анализдер арқылы анықтауға болады. Ал енді осы анықталғаннан кейін, егер сізде мынау застойный простатит болса, әрине оның жаңағы емдік шарасы қозғалыс дейміз, атқа отыру дейміз, велосипед тебіңіз, қозғалыс үнемі жүріп, өзінің арнайы кегіл жаттығуларын жасау керек. Екінші, бактериялық түрі кездесетін болса, міндетті түрде ол стационарда болмаса амбулаториялық жерде уролог дәрігерде емделу керек. Өйткені бұл инфекцияның түрін өлтіру керек, бірінші инфекцияның қабынуды басу керек, сол кезде қуғасты безінің функциясы жақсарады. Одан кейін барып, жаңағы бактериялық дейміз ғой, суықтағанына болса, оған арнайы физиотерапиялық ем-шаралар қолдануға болады. Үй жағдайында мысалы жаңағы жылы суға аяқты салу болмаса, мынау тепло дейді ғой, жаңағы құрғақ ыстықты өткізуге, грелка болмаса, жаңағы бутылкаға су құю арқылы, мысалы қуық жолдарын аяқтан сыз өткетін болса, оның шығару әдістемесін жасау керек. Енді осы қуғасты безін сіздерге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Олай болса, достар, мына біздің каналдың дамуына үлес қосып кетіңіздер, колокольчикті басыңыздар, біздің каналдың жаңадан шыққан видеоларын сіздерге келіп отыру үшін уведомление қосып қойыңыздар. Одан кейін айта кетерім, өзіңіздің пікіріңіз астына комментарийға қалдыруды ұмытпаңыз. Мүмкін сізде осы симптомдардың біреуі жүруі мүмкін. Соған байланысты ой пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесіде қандай видеоның шыққанын қалайсыздар, қандай тақырыптың қозғағанын қалайсыздар, астына жазып кетіңіздер. Біз сіздердің комментарийдан қарап, сол жерден керекті тақырыптарды шығаратын боламыз. Аман сау болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар ешқашан. Лайк басуды ұмытпаңыздар.